Елуге жасы келгенде көзімді ашпай неден өтемін бе дегенде сонда көрген арыстан. Бір ұл, бір қыз атадан. Қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. Алматы қаласы Жетісу ауданы номері 70 мектептің 10 сынып оқушысы Жартыбай Қымбат. Жыр жаттаудағы басты мақсатым Тұлпар мініп туалған байқауында оза шауып жену. Қобыланды батыр жырын жаттай келе, бойыма рухани құндылықтарды сіңіре алдым. Біріншіден тіл байлығымды кеңейте алдым, ал екіншіден болса қазақтың ұмытылып кеткен әдет ғұрпы, салт-дәстүрлерімен танысып, дәріптеп жаттай алдым. Бұл байқаудың берері мол. Өйткені біздің оқушыларымыз осы байқауға қатысу арқылы, жырды жаттау арқылы қазақ халқының салт-дәстүрімен, поэзиясына деген көңіл ауады, ішіндегі көнерген сөздерді, ішінде кездескен жер-су атауларымен танысып, яғни өзіне рухани азық алады.